Менің есімім Алма, жасым 33-демін, 3 баланың анасымын. Біз Тараз қаласынан Алматы қаласына қоныс аударып келдік, жұмыс бабымен. Мен өзім филолог мамандығымын, бірақ жұмыс жасамағанмын. Жолдасым жеке кәсіпкер, осы жеке кәсіпкер, аты Айзат болады. Өзімнің 3 балам бар. Үлкен қызым Қарақат, ол 2-ші сынып оқиды, 7 жаста, ұлым 6 жаста, кішім Талшын 1 жаста. Октябрьде, қазан айында бірге толдық. Менің күнделікті күнім, күніге қызымның сабағын дайындаймын, үй тазалығы бар деген сияқты. Сосын қызымның жаңағы арасында аптасына 3 рет үйірмелеріне апарып келемін. Содан қызым, одан өзінің түскі уақыты болады, жаңағы сабағына апарып келемін. Кешке келеді, тағы да тамағымыз дайындаймыз, жолдасымыз күтіп отырамыз үйде бала шағамызбен. Сонымен кешкі күніміз осылай өтеді. Негізі 3 бала өзіме негізі қиын болған жоқ, негізі. Өйткені үлкен Қарақат мен Айсұлтанымды апасы, әпкелері бәрі көмектескен. Қазір Талшынымды кішкентай болған соң өзім үйге қарап отырмын. Бұлай үшеуі, үлкен қызым сабаққа баратын болғаннан кейін, бұл үшеуі маған қиындық тудыртпайды. Дора Маринді мен бұл бронхит болып жүрді ғой, жөтеліп, тоқтамай, қақырғына жерге толып қалғанша мен бұл баланы емделмей жүре берді ғой. Сонысы біріншіден сол осыған кетті. Кеткеннен кейін мен 2 балама да қосып бере бердім. Мына запор болғаннан кейін негізі осы 2 проблема үшін ғана бердім да менше. Ал қызыма ауыра бергеннен кейін иммунитеті көтерсін, бойына витамин барсын деп қана бердім мен ол қызыма ше. Бірақ ол қызымның да неврология черепное, жаңағы деп ашылам кететіні, тұтығып сөйлейтіні, сосын жаңағы толық сөйлемейді дұрыс. Толық ашыламайды, короче. Андай сөз қоры аз да қызымда ше. Дора Маринді қызым біраз күнге дейін бронхит болып қатты ауырды. Сол кезде соны мен беріп жүрдім Дора Маринді. Сол кезде бір ай үзбей толықтай беріп жүрдім. Өте жақсы болды, результат көрдім. Ұлым үлкен дәретке отыра алмай жүрген, өте жақсарды десем болады. Ал қызым болса көп ауыра беретін Қарақатым. Соның иммунитеті кішкене көтерілді. Дора Маринді өзімнің келіннен естідім. Осындай менің балам бронхит, сол жақсарды, жақсы кетті, 6 банкісін бердім, сізде алып берсеңші деген кезде мен соны алып бердім. Ойланбай алып бердім, бронхит кетті дегенде өйткені сендім. Сөйтімді өзім сразу ойланбастан алып, звондап осы Ләззат ханымға сөйтіп сразу бердім. Берген кезде бір 10 күннен кейін нәтиже бере бастады. Өйткені балам қызымда шапшаңдық, жаңағы қимылдауы, жаңағы өте жақсы бола бастады. Сосын жаңағы еңбектеуді бәрі біріншіден 9 айында ғой, жылдам еңбектеп кетті, соның жылдамырақ болды еңбектеуі бәрі. Көңіл күйлері өте тамаша болды. Көтеріңкі жаңағы өмір. Сол осы бір кешіктіріп салған тұғын негізі прививкасын. Осы қалай осы бронхиті бәрі кетті. Содан кейін кеткеннен кейін прививкасын салдырттым, айтты, сіз супрастин бересіз, парацетамол беріңіз, екеуіне де температура береді деді. Түбай екеуіне де берген жоқпын, температура ештеңе берген жоқ. Балама да біреусі ауырлау прививка температурасы көтеріледі, сіз кешке парацетамол деді, ешқайсында берген жоқпын. Өзім келіп алып кішкене қуанып қалдым, қойш, қалай сен температура берілген жоқ па екеуіне деп, соған кішкене қуанып қалдым. Осы Дора Марин витаминін алғалы бері түбай өзіме жеңілдірек болды. Өте, өйткені 3 балам да қазір ауырмайтын болды. Өте жақсы барлығы.